Сәлеметсіздер ме достар, арнаға қош келдіңіздер. Түймедақ өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсерін беретін эфир майы бар. Сонымен қатар, өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып, аурудың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді. Және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады. Ағзаға зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Осы секілді гүлдің пайдалы және зиянды тұстарымен танысқыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз. Құрметті оқырман, сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан жарасында және ас қорытудың бұзылуында көп қолданылады. Сонымен қатар, оның тұнбасымен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады. Және дене қызуын түсіретін де қасиеті бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдын түймедақтан емделген бір шыны шайдың өзі шаршауды басып, тыныш ұйықтауға ықпал етеді. Бұл өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданысқа ие. Ол бет терісінің қызаруын басып, ондағы бүртпелерді кетіруге және майлы беттерді тазалауға көмектесе алады. Түймедақ гүлдерінің тұнбасымен компресс жасау арқылы көздің шаршауын басып қызарғанын емдейді. Өсімдік шашымызға да тигізер пайдасы көп. Мәселен, шашты тазалап, су сабымен жуып болғаннан кейін, гүлдің тұнбасымен шашыңызды шаятын болсаңыз, су сабының құрамындағы зиянды химиялық заттардың залалын ауыздықтап, шашты қатайтып, әрі нәрлендіреді. Сонымен қатар, шашқа табиғи жылтырық сыйлап, жібектей жұмсақ етеді. Әсіресе, майлы және қайызғағы көп шаштарға осы түймедақ тұнбасы көмектесе алады. Түймедақтан дайындалатын емдік шайлар. Біріншісі, тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің бір шай қасығын бір стақан қайнаған сумен араластыру керек. 1 сағат тұндырып қойып, ұйқы қашқанда немесе қатты шаршағанда, 1 шай қасық бал қосып төсекке жатар алдында қабылдаса, түнгі ұйқыңыз тыныш, ал таңертең сергіп тұрасыз. Екіншісі, жел айдайтын шай. Мұндай шайды ішу үшін ең алдымен түймедақ гүлдерінің 6 бөлігімен шүйгінші валериана тамырының 4 бөлігін және зиренің тмин 1 бөлігін алып жақсылап араластырасыз. Одан соң осы шөптердің қосындысынан 1 ас қасық алып үстінен 1 стақан қайнаған су құйып 20 минут тұндырып қою керек. Дайын шайды таңертең және кешке жарты стақаннан ішіп отыру керек. Қызыл иек қабынуына арналған тұнба. Мұндай дертке шай қурай, яғни зверобой, дала қырық буыны, хвощ, түймедақ гүлі мен қырмызы, календула. Осы шөптерінен 1 шай қасықтан алып үстінен жарты литр су құю керек. Содан соң 30 минут тұндырып, қызыл иек қабынғанда күніне 5-6 рет осы тұнбамен шаюға болады. Баспаға, яғни ангинаға қарсы шай. Түймедақ гүлінің 3 бөлігімен жөке ағашының, яғни липа, 2 бөлігінен 20 грамм алып оны 1 стақан қайнаған суға демдейсіз. Содан соң 20 минут тұндырып, дайын тұнбамен тамақты күніне бірнеше рет шаю керек. Ал бүйрек ауырғанда түймедақтан дайындалған тұнбаны жылы күйінде күніне 3-4 жарты стақаннан қабылдауға болады. Сонымен қатар, іш түйіліп ауырғанда тамаққа дейін 1 ас қасықтан дәл осындай тұнбаны ішу керек. Ескертетін жағдай, басқа өсімдіктер секілді түймедақтың да пайдасымен қатар залал кетіретін тұстары бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішуіне мүлде болмайды. Себебі болашақ ананың ішіндегі нәрестесіне бұл кері әсер етіп, түсік тастап қою мүмкін. Сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдердің барынша тұтынбағаны абзал. Дегенмен түймедақпен тұмау кезінде тамақ ауруларында ингаляция жасау арқылы аюға болады. Және тамақты шаюға мүмкіндік бар. Тек жүкті әйелдер түймедақты ішке қабылдамаса болды. Құрметті оқырман, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ем болсын, достар.